Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. 85-ші сабақ. Баға, сан, құн. Бүгінгі сабақта монеталарды ажыратуды және оған әртүрлі амалдар қолдануды үйренесің. Баға, сан, құн ұғымдарын есімізге түсірейік. Мысалы, 1 марка 100 теңге. 5 данасы қанша болады? Бағасын санына көбейтсек, құны келіп шығады. Демек, 100 теңгелік 1 марканың 5-еуі 500 теңге тұрады. Сатып алынатын заттың құнын білу үшін, тауардың бағасын оның санына көбейту керек. Сатып алынған заттың санын білу үшін, тауардың құнын бағасына бөлу керек. Тауардың бағасын білу үшін, құнын тауардың санына бөлу керек. Қаламның құнын табу үшін 5-ке 6-ны көбейтеміз. Ол тең 30 болады. Сызғыштың бағасын білу үшін, құнын санына бөлеміз. 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады. Өшіргіштің санын табу үшін 24-ті 8-ге бөлеміз. Ол тең 3-ке болады. Тапсырмаға назар аударыңдар. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығарып көріңдер. Бізде 800 теңге бар еді. 600 теңгесіне киіз үй сатып алдық. Қанша теңге қалды? Дұрыс, 200 теңге қалды. Енді қалған есептерді балалар өздеріңіз орындап көріңдер.